Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып оқушылары бүгінгі видеода оқулықты жалғастырып, бірінші бөлімді жалғастыратын боламыз, яғни 12-13 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Бізде бүгін бөлім, яғни бірінші бөлім, sports event дейді. Яғни спорттық шаралар, спорттық шаралар жайында оқитын боламыз. 23-ші жаттығу, яғни listening екен, тыңдалым. Exercise 23, read and underline. Then listen and check. Оқы және дұрысын белгіле дейді. Содан соң тыңда және тексер дейді. Бұл Мэгидің Линиға арналған хаты. Мэгги айтады. Hi Lini, how are things? Қалайсың дейді. Are you free on Saturday evening? Сенбі күні кешке сен боссың ба дейді. I've got free tickets for the figure skating championship. Менде яғни мәнерлеп сырғанауға тегін билет бар дейді. Would you like to come? Менімен бірге бара аласың ба дейді. The championship starts at 5 o'clock. Бұл мәнерлеп сырғанау жарысы 5-те басталады дейді. Mom and I can pick you up at 4. Мама екеуміз, анам екеуміз сені 4-те алып кетеміз дейді. We can get some autographs from the skaters after the game. Ойыннан соң біз ойыншылар, яғни сырғанаушылардан автограф аламыз дейді. After the game, bring your autograph book. Өзіңнің автографқа арналған кітабыңды немесе дәптеріңді алып шық дейді. I hope you can come because I know how much you love figure skating. Мен сенің мәнерлеп сырғанауды ұнататын немесе ұнатпайтындығыңды білмеймін, сол себепті маған жазып жібер дейді. Let me know soon. Жақын арада жазып жібер. Hope you can make it дейді. Take care, өзіңе абай бол дейді. Make it дейді. Яғни Мэгидің жазған хаты екен. Ендеше мына сөздерді мына текстің ішінен белгілеп шығамыз. Келесі 24-ші жаттығу. Which of these sentences could Maggie use to begin her mail? Which to end, eat, read and write, be or e? Яғни мына сөйлемдерді Мэгги өзінің хатында басында айтты немесе соңында айтты белгіле дейді. Be болса басында, e болса соңында дейді. Яғни бірінші, how is everything? Қалайсың дейді. Are you free on Saturday evening? Сенбі күні кешке боссың ба деп, яғни ол өзінің хатының бас жағында айтқан, be, begin болады. Екінші, make sure you don't miss it. Яғни бұл басында болады, be болады. Would you like to come with me to the figure skating championship on Saturday evening? Яғни бұл сөйлемді де басында айтқан болады. Менімен бірге мәнерлеп сырғанауға барасың ба дейді. Төртінші, please come. Өтінем кел дейді. Яғни бұл да басында айтылған be болады. I'm planning to go to the figure skating championship on Saturday evening. Are you interested in дейді. Яғни бұл соңында айтылған болатын. Келесі бізде портфолио. Talk with your friend дейді. Досымен әңгімелес дейді. Then write a mail to your friend inviting him or her to a sport event. Досымен спорттық шаралар жайында сөйлес, яғни оған хат жаз дейді. Мен мысалы ретінде жаздым. Hi Арман дедім. Яғни өздерің достарыңды мына жерге жазсаңдар болады атын. Сәлем Арман. Hi, how are things? Қалайсың дедім. Are you free on Saturday evening? Сенбі күні кешке боссың ба? I got free tickets for the junior ice hockey game. Хоккей ойындарына менде тегін билет бар, барамыз ба дейді. Would you like to come? Менімен бірге барасың ба дейді. The game starts 6 o'clock. Ойын 6-да басталады дейді. Dad and I can pick you up at 5. Әкем екеуміз сені сағат 5-те алып кетеміз дейді. We can get some autographs from the players after the game. Ойыннан соң біз ойыншылардан автограф алғым келеді дейді. I hope you can come because I know how much you love ice hockey. Мен
хоккейді ұнатады деген сенімдемін дейді. Let me know soon. Маған жақын арада жаз дейді. Hope you can make it. Take care. Алихан дейді. Яғни мына жерге өздеріңнің есімдеріңді жазып қойсаңдар болады. Келесі. Хатты жазып аламыз. Ендеше келесі жаттығуларға өтейік. Келесі бізде 25-ші жаттығу 13-ші бет. Exercise 25. Listening екеніне тыңдалым. Read and underline. Оқы және дұрысын сыз дейді. Then listen and check. Содан соң тыңдады, тексер дейді. Яғни тапсырманы орындаймыз. 25-ші жаттығу. Let's all go do a jigsaw puzzle or go bowling with some friends. Let's collect some video games or go camping at weekends. Happy, happy, happy baby. Hobbies. Hobbies make you smile. It's great to have some hobbies. They are never out of style. Juggling is a super challenge and the same for playing a chess. But the good things about hobbies is you always try your best. дейді. Яғни мына сөздерді өлеңнің ішінен белгілеп шығады екенбіз. Келесі 26-ші жаттығу Let's sing дейді. Бұл жаңағы мына өлеңнің мұғалім өлеңді қосады, сол кезде қосылып айтасыңдар. Келесі 27-ші жаттығу Over to you, talk with your friend дейді. Досыңмен әңгімелес дейді. Яғни would you like to try bird watching? No, I don't think so. Осы секілді жазамыз. Would you like to try jewelry making? I'm not sure дейді. Яғни осылай жазсақ болады. Тағы да бір мысал. Would you like to try camping? I'd love to. Яғни мына жерде берілген хобби түрлерін ұнатасың ба, немесе ұнатпайсың ба, соны жазуға болады. Бірінші bird watching дейді, құстарға қарау дейді. Collecting video games дейді. Бейне ойындарын жинау дейді. Doing crossword puzzle. Яғни crossword puzzlарын құрастыру дейді. Jewelry making. Әшекей бұйымдарын жасау. Go kart racing. Яғни картингке бару дейді. Camping. Бұл табиғат аясында қыдыру, демалу. Осымен біздің бүгінгі сабақ түсіндірмеміз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.